Жоғарыда көрсетілген сандық өстегі АВ нүктелерінің ортасы мен ВС нүктесінің ортасының арақашықтығын табуымыз керек. Яғни АВ нүктесінің ортасы Д деп алайық. ВС нүктесінің ортасын Т деп алайық. Сонда біз бірінші Д нүктесінің координатасын табуымыз керек. Ол үшін біз А қосылған В бөлінген 2 дейміз. Аның координатасы бұл жер -х -4, Вның координатасы х. Қосып 2-ке бөлсек, онда -2 шығады. Тның координатасы В қосылған С бөлінген 2 болады. Х қосылған 3х плюс 2 бөлінген 2. Бұдан 2х плюс 1 деген өрнек шығады. Енді біз ДТ арақашықтығын табуымыз керек. Яғни болатын болса, Т-дан Д-ны алуымыз керек. Яғни Т-ның координатасы бізде 2х плюс 1 минус Д-ның координатасы бізде -2 мен мына жерде плюс 2 болып кетеді. Сонымен 2х плюс 3 жауабы 2х плюс 3.